1971 жыл 21 сентябрь күні ақшта бір бала туылады. Оны ақш үкіметі Bubble Boy деп атап, өз қорғауына алды. Оған бұл атты беруіне себеп болса, бүгінгі темамызбенен байланысылы. Гап сонда ол иммунитетсіз туылған еді. Har qanday keселlik, вирустар һәм апуайы шаңда бұл баланы өлімге алып келуі мүмкін болған. Сол себеплі ақш үкіметі оны өз қарамағына алды. Ол тап космосқа шыққан космонавтлар сияқлы жер жүзінде скафандрменен жүрген. Оның иммунитет системасы дерлік істемей тұғын еді. Сол себеплі ол бір өмір арнаулы стерил орталықта жасаған. Бұл баланың аты Дэвид Веттер еді. Ал иммунитеттің өзі не? Өкпе, ямаса жүрекке ұқсаған қандайда бір орган ба, ямаса дененің қайсыдыр бөлегі ме? Иммунитет қысқа етіп айтқанда адам организмінде түрлі кеселік қозғатушы, мәселен вируслар, бактериялар, паразитлер, зиянлы элементлер һәм клеткаларға қарсы табиғи қорғау системасы есептелінеді. Бүгінгі темамыз әйне осы хақында. Бұл Айдын каналының жаңа саны. Мен Айгүл, басладық. Ал иммунитеттің дәстепкі көрінісі өзі не? Иммунитет негізінен біздің терімізде болады. Ауа, тері бұл тикарғы физикалық қорғау болып есептелінеді. Har бір инсанда шамаменен 10 килограмм тері бар. Дейлік денемізде har қилы зиянлы бактериялардың кіре алмауы үшін құрамалы тоқымалардан ібарат тосық. Әйне тері қатламынан иммунитет клеткалары басыланады. Бұл иммунитеттің бірінші қатламы. Кейінірек болса иммунитет системасы сілекей қабатлар арқалы дауам етеді. Тері жүда құрамалы системаға ие. Оның бірінші қатламы өлі клеткалардан ібарат. Бірақ бәрібір қайсыдыр бактериялар қалай болса да ішке кіріп алады. Өлі қатламынан кейін және де құрамалы һәм тығыз жайласқан тері клеткалары бар. Ондағы клеткалар бірі-біріне оғада тығыз жайласқанынан оннан дерлік еш нәрсе өте алмайды. Әйне осы жерде тағы бір қызықлы система бар. Тері ішкі қатламындағы клеткалар іштен сыртқа регенерация үшін харекетленеді. Регенерация бұл қайта тіклену дегені, бірақ бір машқала бар. Тері соншалықлы тығыз жайласқан болса да, біз 100% тері менен қаплана алмаймыз. Инсан ямаса har қандай жанзат жасап қалуы үшін оған тескілер керек. Мысалы, мұрын, ауыз, құлақ, көз һәм соған ұқсас. Тап осы тескілер арқалы денемізге бактерия һәм вируслар кіреді. Бұлар болса біздегі кеселіклерге себепші болады. Зерттеулерге қарағанда инсан саатына 23 саат бетін ұстайтұғын екен. Бұл болса күн жумағына келіп зиянландырушы бактериялар жиналысы үшін жеткілікті болады. Кеште ұйықтағанымызда болса көпшігіміз арқалы олар денемізге кіруі мүмкін. Ұйқы болса адам үшін қайта тіклену дегені. Ұйықтағанымызда денеміздегі иммунитет системасы барлық органларымызды қайтадан тексеріп шығады. Тап телефонымыздағы антивирус қосымшасына құсап. Егерде қандайда бір вирус анықланса, оған қарсы тезлікпенен күрес басыланады. Мысалы ойлап көрің. Кеште ұйықтап отырғаныңызда грипп болғаныңызды білмейсіз. Бірақ азанда тұрсаңыз, мұрныңыз біткен ямаса тамағыңызда қандайда бір ісік пайда болған болады. Міне сол уақытта иммунитет системасының вирусларға қарсы іске түскенін аңлатады. Иммунитет системасының тикарғы вазипасы ішке кірген бактерия һәм вирусларды қанға шекем жетіп бармастан жоқ ету болып есептелінеді. Тескілер арқалы кірген вируслар тикарғы органларда көрініс береді. Мысалы, асқазан, мұрын, өкпе һәм соған ұқсас. Еледе асқазан һәм өкпе қанға туырдан туыры есік емес. Олардың көлемі теріден 200 есе көбірек сілекей пердеменен қапланған. Дейлік асқазанға түскен микроблар асқазандағы сілекейлікке батып қалып, әрекетлене алмай қалады. Бұннан тысқары өкпе һәм ішеклерде қосымша кірпікшелер бар. Өз майданында түскен вирусларға жабысып қалады. Бұның нәтижесінде вируслар көбейе алмайды.
Мысалы, грипп болғаныңызда көбейіп кететұғын қақырық һәм сілекейлер сол жағдайға мысал бола алады. Бұнан тысқары асқазанды көплеген түрдегі бактерияларды жеміріп тастайтұғын кислоталы бочка десек те болады. Мысалы, барлығын емес. Айрым бактериялар үшін әне сондай сілекей қабатлар һәм кислоталы орталық жүдә мас түседі. Сондай түрдегі бактериялар ішке кіруіменен бірден көбеюді баслайды. Олар секундына 2-3 есеге шекем көбеюі мүмкін. Вирус организмге кіргенде 4 сағат ішінде активлеседі. Әйне ұсы жерде тикарығы иммунитет системасы активлесуді баслайды. Тума иммун системасы вирусларды анықлау һәм жоқ ету үшін жүдә құрамалы һәм нәтижелі механизмлерге ие. Иммунитеттің тикарығы қорғау клеткасы бұл макрофаглар болып табылады. Олар вирусты жұтады һәм бөлеклеп таслайды. Кейінгісі дендрит клеткалары вирусты анализ етіп, иммунитеттің кейінгі басқышқа өтуіне сигнал береді. Үшіншісі интерферонлар вирусқа қарсы арнаулы белоклар шығарылады һәм басқа клеткалар ескертіледі. Ал система сол үш клеткаменен қалай іслейді? Иммунитет системасындағы тикарығы вазипаны макрофаглар атқарады. Ол әдеттегі вирус һәм бактериялардан бірнеше есе үлкен. Макрофаглар организмде тұрақлы түрде патрульдік етеді һәм зиянлы организмлерді іздей баслайды. Олар бактерия ямаса вирустың антигенлерін таниды. Антигенлер бұл микроблардың майданындағы паспорт дегені. Бұл арқалы иммун системасы оны жат зат ретінде танып алады. Егер дұшпан табылса, макрофаг оған жабысады. Кейінгі қадем арқалы болса, макрофаг дұшпанды өз ішіне алады, яғни жұтып жібереді. Ішке кірген вирус ямаса бактерия арнаулы ферментлер менен бөлекленеді. Макрофаглар тек ғана вирус һәм бактерияларды жоқ етеді, бәлкі өлі клеткалар һәм токсинлерді де тазалайды. Ісіну процесін басқарып, организмге зиянланған жерді тікілеуге жәрдем береді. Мысалы, егер кесілген жер ісінсе, бұл макрофаглардың ізлеп атырғанын аңлатады. Олар қан тамырлар арқалы зиянланған жерге келіп, бөлеклі бактерияларды жеп біткереді. Макрофаглар организмнің һәр бір ағзасында бар. Макрофаг жоқ етілген микроблардың антигенін, яғни паспортын өз майданына шығарады. Бұл антигенлер иммун системасының басқа клеткаларына көрсетіледі. Макрофаглар менен бір қатарда зиянлы клеткалар менен күресетұғылардан және бірі бұл нейтрофиллер есапланады. Яғни ол зиянлы клеткалар менен күресіп атырған уақытта өледі. Олар инфекция орнына бірінші болып жетіп баратығын иммун клеткалары. Оның тикарғы вазипасы болса, оператив түрде жауап қайтару һәм инфекцияларды жоқ ету болып табылады. Жетіп барғаннан кейін олар бактерия һәм вирусларға зәһәр шашады һәм өлуінен алдын өз ДНК-сының торын таслап кетеді. Бактериялар торға оралып әрекетсізленеді. Кейін болса, жоғарыда айтып өткеніміз, макрофаглар оларды жеп біткереді. Олар иммун системасындағы барлық лейкоцитлердің 50-70%-ін құрайды. Лейкоцитлер не десеңіз, олар денеміздегі аққан денешелері есапланады. Және де түсініктілеу болуы үшін қолыңызды кесіп алғаныңызды тағы бір мәрте еслеп көрің. Сол уақытта қызыл қанға аралас ақ сұйықлық та ажыралады. Әне сол лейкоцит болып есапланады. Бірақ бұл жағдайда вирус күшлілеу болса, макрофаглардың құрамына жайласып алуы да мүмкін. Тап зомби фильмлері сияқты. Яғни жәрдем беретұғын клетка вирусқа айланып кетеді. Сонда иммун системасындағы табиғи жоқ етушілер жәрдемге келеді. Олар клетка диуалын тесіп, белок арқалы тереңлігіне кіреді һәм клетканы жоқ етеді. Бұл жағдайдың ең қызықлы тарапы сонда әр бір клетка өзін қандай өлтіру керектігін біледі, бірақ оған вирус жайласып алғанынан кейін өзін өлтіре алмайды. Оған бұл әмелиятты орындау үшін жәрдем керек болады. Әне сол жәрдемді табиғи киллерлер береді. Әжайып, сондай емес пе? Бұл барлығы тума иммунитеттің денемізге вирус һәм бактериялар кіргенде қолайтығын ұсылы еді. Енді иммунитет түсінігіне біраз тоқталсақ. Инсан организмінде іслемейтұғын орган бар десем, сенесіз бе? Іслемейтұғын болса, бұл органлар неге керек? Көкірек қапесінің астында тимус деп аталған орган бар. Оның көрінісі кіші өкпеге ұқсайды. Вазипасын болса, дененің 25 жасына шекем атқарады.
Сол жасқа шекем ол табиғи иммунитет клеткаларын вирусларға қандай қарсылық көрсету керектігін һәм өзінікіне қарсы ұрыспауды үйретеді. Яғни кім дос һәм дұшпан екенлігін системаластырады. Ол системаластырған клеткалар кейінірек лимфа түйіндеріне іскерлік жүргізеді. Лимфа түйіндері тапқан тамырларымыз сияқты денеміз бойлап айналған. Бұл түйіндер организмді инфекциялар һәм кеселдіктерден қорғаушы биологиялық фильтрлер есептелінеді. Олар иммун системасының орайлық бөлігі десек те болады. Сондай-ақ олар лимфа сұйықтығын фильтрлеу, вирус һәм бактерияларды осылап қалу, сондай-ақ иммун клеткаларды активлестіру вазипаларын атқарады. Сол себеплі лимфа түйіндері грипп болу, ямаса инфекция уақытында іседі. Бұл иммун системасының іслеп атырғанын аңлатады. Лимфа түйіндері арқалы байланысқан тимус органы инсанда адаптив иммунитет пайда етеді. Яғни хақиқи дұшпан һәм өзінікін білетін клеткалар системасы. Анықрағы бұл иммунитет анық бір дұшпанға қарай икемлесе алады. Бұл бөлімде лимфа түйіндері арқалы істейтін клеткалар екі түрге бөлінеді. Бұлар Т клеткалар һәм Б клеткалар. Т клеткалар һәм Б клеткалар иммун системасының тикарғы клеткалары есептелінеді. Олар денені вируслар, бактериялар һәм басқа кеселдіктерден қорғайды. Олардың һәр бірі өзіне тән вазипаларды атқарады һәм иммун системасының күшлі іслеуіне жәрдем береді. Т клеткалар тимус сөзінен алынған, яғни сол 25 жасқа шекемгі клеткаларға вирусқа қарсы күресуді үйретіп, кейіннен өз іскерлігін тоқтататын орган. Бұл клеткалар вируспенен зиянланған, ямаса рак кеселдіктерін анықтауды да жоқ етеді. Олар өзінің майданындағы арнаулы рецепторлар арқалы зиянлы клеткаларды таниды һәм оларды өлтіруші белоклар менен бөлеклеп таслайды. Б клеткалар болса тап ұрыста резервте тұрған әскер сияқты. Олар қамалда тұрып құрал даярлайды. Яғни вирусқа қарсы күресетін күшлі антиденелер. Олар күшлі белоклардан шөлкемлескен. Вирус ямаса бактерияны қоршап алады және оның клеткаға кіруін алдын алады. Бұл процесс нейтраллау деп аталады. Яғни вирус клеткаларға кіре алмаса, ол көбеймейді һәм иммун системасы оны жоқ етуді аңсатластырады. Бұнан сқары вирусты орап алғанынан кейін оған қара белгі де қояды. Одан кейін болса иммун системасы бактериялар үстіндегі антитеноларды сипалап, вирусларды анықлап алады. Сонан кейін болса hüjümге өтеді. Бұл не үшін керек? Иммунитет системасында хабар беруші қызметін атқарады. Ал екіншіден болса, саналы иммунитет ретінде өзіндікі һәм бейганаларды анықлауда тикарғы жәрдемші есептелінеді. Бұнан тысқары вируслар денедегі сау клеткалар құрамына жасырынып алмау үшін тикарғы оператив қызметті атқарады. Яғни оларда яд бар. Анықластырып айтатын болсақ, ол вирусларды еслеп қалады һәм ДНК-дан үлгі алады. Бірақ бұл вирусларға табиғи түрде жақпайды. Соның үшін олар жасырынлығын сақлау үшін өз формасын өзгертіп тұрады. Көз алдыңызға келтіруіңіз үшін сіз деталлары тынбай өзгеріп тұратын пазл бөліклерін жинап жатырсыз. Сонда олар тез өзгеруінен алдын мәлім бір формада ғана антителалар оларға бірігіп алуы керек болады. Бірақ бұл өзгеріс антителаларға да тәсір етеді. Яғни олар вирусларға бірігуі үшін тап сондай формада болуы керек. Солай етіп, тап вируслар сияқты антителалардың да түрлі формалары бар. Бұл саналы иммунитет вируслар өзгеріслері орнына оған ұқсас шешімді де істеп шығады. Ажайып, бұл денеміз иммунитеті har қандай кеселікті жеңе алады дегені. Солай екен, һәммесін сізге апуайы түрде түсіндіретін болсам, иммунитет бұл har қилы құраллардан шөлкемлескен армия. Тек дұшпанның жағдайына қарай бұл құраллар қолданылады. Бірақ бұл системаның ең айрықша анық емесліктері бар. Мысалы, жоғарыда айтып өткенімдей, егерде вируслар тауаманға шекем сау клеткаға кіріп алуға үлгерсе, бұл клеткалар тек қана зомбиға айланады. Яғни керексіз әдети киллерлерді оларды өлтіруден басқа іләжі қалмайды. Сондай жағдайда киллерлер дұрыс қылып атырмыз деп ойлап, система бойынша зиянланған клеткаларды жоқ етуді баслайды. Бұл жағдайда клеткалар бөлінуге үлгермей жоқ болып кетеді. Яғни регенерациясыз. Бұның нәтижесінде дене өзін қайта тікіле алмайды.
Есіңізде болса, бұннан 5 жыл алдын COVID-19 вирусы тарқалған уақытта әйне осы система бойынша өкпесі істен шыққан науқаслар бар еді. Денеде кеселік пайда болмаған уақытта да Т һәм Б клеткалары вирусларға қарсы күресу үшін һәмме уақыт тайын болып тұрады. Кейінірек дене тағы сол кеселікпенен соғылғысқанда иммунитет системасы активлесіп, вирус формасы өзгерсе де оны аңсатылықпенен жоқ ете алады. Демек, har қандай жаңа вируспенен дүгіскенде адам денесі жаңа тәжірибе жинайды. Бұл болса оны және де күшлі етеді. Соның үшін айырым адамлар өздеріне біліп тұрып кеселіклерді де жұқтырады. Мысалы, сушешек кеселі бәзімлері. Онда ата-аналар перзентлерін сушешек кеселі менен кеселленген балалар менен бірге ойнатады. Сушешек кеселі өзлерінің сау перзентлеріне жұғуы үшін. Бірақ сол энцефалит деп аталған ауыр кеселікке де алып келуі мүмкін. Бұл кеселік бас ми тоқымаларының ісуі менен көрініс береді. Һәм ол вируслар, бактериялар ямаса қате реакциялар нәтижесінде келіп шығады. Бұл кеселік ауыр неврологиялық симптомлар һәм тәсірлерге алып келуі мүмкін. Бірақ қазіргі күнде балаларда иммунитет системасының қалыптасуы қиын кешпекте. Себебі иммунитет пайда болуы үшін алдын денеге вирус ямаса бактериялар түсуі керек. Міне не үшін кір балалар аз ауырады. Әлбетте хәзіл. 19 ғасырда аллергия ақсүйеклердің кеселігі болған. Неге? Себебі олар апуайы диқан балалары сияқты жасылықтан шаңда жүрмеген. Топырақлы далаларда кезбеген, ямаса хайуан бақпаған. Сол себепле оларды апуайы гүлшаңда ашынарлы жағдайға салуы мүмкін еді. Қазіргі күнде болса аллергиядан 1,5 миллион адам азап шегеді. Бұның да текарын 19 ғасырдегі жағдайға салыстыруы мүмкін. Оларды ауқаттағы қоза жұғы да өлтіруі мүмкін. Бірақ бұл қандай болады? Айырым жағдайларда күшлі иммунитет өз клеткаларына да хүжім етуі мүмкін. Иммун системасы әдетте организмді қорғау үшін істейді, бірақ кейде ол қате етеді һәм өз клеткаларына зиян бере бастайды. Бұндай жағдайлар 3 түрлі жол менен жүзеге келеді. Біріншісі аутоиммун кеселіктер. Иммун клеткалар сау клеткаларды вирус ямаса бактерия деп ойлайды. Т лимфоцитлер һәм Б лимфоцитлер надұрыс іслеп шығылған антикорлар арқалы өз клеткаларын жоқ етеді. Бұл тұрақлы ісу һәм тоқымалардың зақымлануына алып келеді. Бұған мысалдар төмендегіше. Қантлы диабеттің бірінші тип көрінісі. Бұнда иммунитет асқазан асты безінің инсулин өндіруші клеткаларын жоқ етеді. Ревматизм. Иммун системасы буынларға хүжім етеді. Multiple склероз. Иммун системасы нервларды қолдайтұғын нерв клеткаларындағы миелин қабығын жоқ етеді. Нәтижеде бұлшық етлер істемей қалады. Екінші көрініс аллергиялар. Бұнда иммунитет хәдден тыс активлеседі. Кейде иммун системасы зиянсыз элементтерге де қауіплі дұшпан ретінде қарайды, һәм оларға қарсы күшлі реакция береді. Организм шаң, азық ауқат ямаса дәрі сияқты зиянсыз элементтерді қауіплі деп біледі. Денелер ісілеп шығарылады және бұл гистамин ажыралып шығуына себеп болады. Гистамин аллергиялық реакция шақырады, яғни мұрын піту, тері қызаруы, дем алу қиынласуы сияқты. Үшінші көрініс болса иммунитет әзірлескенде болады. Яғни кейде иммун системасы соншалық әзірлеседі, ол өзін қорғай алмай қалады. Бұл текарынан медицина тілінде адам иммунитеті жетіспеушілігі вирусы деп аталады. Бұл вирус Т лимфоцитлерді жоқ етеді. Иммун системасы инфекцияларға қарсы күресе алмай қалады. Бұнан тысқары радиация ямаса химиялық терапия иммун системасын бүткілі істен шығаруы мүмкін. Сүйек жілігі кеселіклері де иммунитеттің хәлсізленуіне алып келеді. Яғни бұнда иммун системасы клеткалары іслеп шығарылмайды. Анықырағы инсан жіліклерінде үлкен мұғдардағы иммунитет базасы жиналған болады. Сол себеплі иммунитет системасы тең салмақта болу керек. Яғни ол күшлі болса, организм өзіне зиян жеткереді. Ал хәлсіз болса, инфекцияларға қарсы күресе алмайды. Сондай екен, система қаншелі құрамалы болса, соншалық ұқыппенен айнуы мүмкін. Соның менен бірге иммунитет системасы хақында ең әжайып факт бұл оның вируслар менен күресуінде мидың қатынаспауы. Яғни иммунитет системасы соншалық құрамалы процесслерді ғаресіз атқарады.
Антибиотик алма, өзің тауыр бол деген гәплерді есткен шығарсыз сізді. Бірақ неге антибиотиклер қауіплі? Өйткені олар бізді өткен әсір, испан гриппі һәм сол сияқты қауіплі кеселдіктер қайталануынан құтқарып қалған ғой. Гәп сонда организмімізде ішек микрофлорасы деп аталушы пайдалы бактериялар бар. Олар иммунитеттің зарурлы бөлігі есапланады. Антибиотиклер тек қана зиянлы бактерияларды, бәлкі пайдалы бактерияларды да өлтіреді. Бұл болса иммун системасының күшсізленуіне алып келеді. Ішектегі дисбиоз, яғни ішектегі бактериал тең салмақтылықтың айнуы нәтижесінде иммунитет пәсиеді һәм адам басқа кеселдіктерге көбірек бейім болып қалады. Сол себеплі антибиотиктен кейін адам тез-тез грипп болуы, ямаса асқазан ішек машқалаларына дұс келуі мүмкін. Және бір қызықлы тарепі сонда антибиотиклер тек бактериал инфекцияларға қарсы істейді, бірақ вирусларға ешқандай тәсірі жоқ. Көпшілік адамлар грипп, ямаса аязлау сияқты вируслы кеселдіктерге дұс келгенде антибиотик ішіп жібереді. Бірақ бұл пайдасыз. Себебі антибиотик ішек микрофлорасын бұзып, иммунитетті төмендетіп жібереді. Ал демек кеселдіктерге қарсы күресудің ең жақсы жолы бұл нормалдасқан иммунитет екен. Бірақ неге алдыңғы ғасырларда адамлар өткір жұқпалы кеселдіктерден қайтыс болған? Иммунитет кеселдіктерге қарсы күресудің ең жақсы жолы. Бірақ алдыңғы ғасырларда адамлардың иммун системасы қазіргі сияқты күшлі істемес еді. Себебі антибиотиклер һәм дәрілер жоқ болған. Сол себеплі бактериал һәм вируслы инфекциялар өлімге алып келген. Мысалы, оба кеселі, ямаса тырыспа сияқты кеселдіктер апуайы инфекциядан пандемияға айланған. Қазіргі күнде инсанларды бұл түрдегі қауіплі вируслардан қорғаушы вакциналар бар. Вакциналардың тикарғы вазипасы төмен дозадағы арнаулы бір түрдегі вирусты инсан денесі менен таныстыру болып табылады. Солай екен, бүгінгі видеомыз сіздің иммунитет хақындағы білімлеріңізді еледе арттыруға жәрдем берді деп ойлаймын. Сіздің иммунитетіңіз нормал болса, бұл әдети кеселдіктер сіздің күшлі болуыңызға жәрдем береді. Кейінгі саларымызға шекем көріскенше.